біз кімдікті зерттеген кезде оны бір зат есімі ретінде зерттемейміз. Мысалы біз білеміз бізде Қазақстанда өзбек тілінің 3 диалектісі сөйленеді. Біз үшін барлығы бір өзбектер сияқты болды, иә. Ал бірақ та өзінің ішінде де сайрам, қарамұрт, қарабұлақ диалектілері мүлдем бөлек. Және бізде тұратын этникалық топтардың тарихына үңілсек те, оларда да әртүрлі, иә, депортацияның ықпалынан көшіп келген этник топтар бар, бірақ олардың мұнда тұрып жатқанына қанша жыл болды уже. Бірақ кейін осында туылған бала этностық жағынан қазақ емес, бірақ ол енді осы жердің иесі ретінде де өзін репрезентация жасауға толықтай құқылы. Адам қазақ тілін білу арқылы да интеграция жасауы мүмкін, бірақ та міндетті түрде ол жаңа этностық кімдігін өзгертіп қазақ болып кетуі қажет деген сөз емес. Осы сөйлеп жатқан тақырыбымызды жалғастыра берсек, айтып жатырмыз ғой, осы бірегейлік бар, оның ішінде азшылықтар туралы бар, этникалық азшылықтар туралы бар. Оны Қазақстанда зерттеліп жатыр, бірақ көбісі жабық сияқты, иә. Және білмеймін, бір ғалымдардың арасында дискуссия алаңы азырақ сияқты. Бәлкім кейбір бірін танымай ма екен. Жалпы осы бірегейлікті зерттеуге сіз қалай келдіңіз, және ол жалпы қалай зерттелу керек ол? Мысалы, сіз өзіңіздің PhD жасадыңыз, негізі әлемдегі топ университеттердің бірі, рейтингде үнемі бір 10-лықта 20-лықта болатын секілді. Сол бойынша бірегейлікті зерттеу, бірегейлік деген терминді қолдана берейік, бүгін identity дегенді айтып отырмыз ғой. Оны негізі зерттеудің бір қалыптасып келген дәстүрлі 2 жолы болған сияқты. Ол жаңағы кеңес үкіметінде басымдау болған примордиалистік көзқараспен, оны подход деп, approach деп айтады ғой, бір зерттеу әдісі ретінде алуға болады да. Ол жерде олар былай айтады, мысалы бір этник топты зерттейтін болса, ол бір территорияда туған және ғасырлар бойы өзінің мәдениетін қалыптастырған, оның мынандай тағамы, жаңа этник топқа тән осындай бір мәдени атрибуттар бар, дәстүрі бар деген сияқты сипаттамалық әдісті қолданған. Ал одан кейінгі бір екінші үлкен ол да бір әдіс зерттеудің, жаңа түсіндірудің этник бірегейлік, ішінде этник бірегейлікке келетін болсақ, ол әдісті конструктивистік әдіс деп айтуға болады. Ол жерде жаңағы көбіне өзгерістерге мән береді. Жарайды, бір этник мәдениет бір территорияда қалыптасып келе жатыр, бірақ біз қазір көріп отырмыз, миграция өте үлкен мына қазіргі заманда. Ол адам ол жерде қалыптасып біраз жыл өмір сүргенімен белгілі бір жағдайларға байланысты басқа жерге көшуі мүмкін. Не болмаса олардың тұрып жатқан жеріндегі саяси режим, тіпті мемлекеттік жаңағы не деп айтамыз, мемлекет өзгеру мүмкін. Жаңа жер қалады сол күйінде, бірақ мысалы қазір Ресейдің жасап отырған ісінен де ана жердегі мемлекеттік басқару өзгеріп қалады. Ол бұрында бір мемлекеттің құрамында болса, қазір басқа мемлекеттің құрамындағы жерге айналады. Осы кезде жаңағы тұрып жатқан адамдардың өздерін өздері анықтауы, өздерін қай елдің қатары, қай бір этностық немесе ұлттық мәдениеттің қатарында санауы өзгереді. Жаңағы конструктивистік неде, түсіндірмеде көбіне жаңа өзгермелілігіне назар аударады да. Біз адамдар өзінің бірегейлігін ол бір тума бір қасиеттер ретінде қабылдауы мүмкін, бірақ жаңа ғалымдар, зерттеушілер негізі олай қарастырмау керек. Себебі біз егер оны қарастырсақ, жаңағы осы адам қазақ болып жарайды, қазақ деген мысал ретінде алсақ, туылды және ол өмір барысында оның осындай жаңағы белгілері бар. Қазақ болу деген ол қазақ тілінде сөйлеу, қаны қазақ болу деген сияқты түсіндірмелерді айтса, ол ешқандай қазіргі болып жатқан өзгерістерді түсіндіре алмайды. Бұл әдіс еш нәрсені түсіндіре алмайды. Сондықтан да конструктивизм бағыты келді. Ол айтады, адамды жаңағы категориядан бөлек қарастырады да. Ол өмірі барысында, егер ол территорияда өмір сүріп жатса, мүмкін өзін қазақ деп тану мүмкін, бірақ та егер ол мысалы Америкаға, білмеймін, басқа елге бір кетіп қалып сол жақта болса, өссе, оның жаңағы өзін тануы өзгеруі мүмкін.
Сондықтан да біз контекстіне зерттеуіміз керекпіз дегенді ұсынады конструктивистер. Жалпы негізі бірегейлікті зерттеу негізі оңай емес. Мхм. Себебі бір жағынан қарасаң, бір ол абстрактілі ұғым болып көрінеді ғой. Менің кімдігімді Қалай сіз біреу сіз қалай анықтайды? зерттейсіз, қалай анықтайсыз. Бірақ та антропология көбіне осы практикалық нені ұсынады, зерттеу әдісін ұсынады. Сен өзіңнің бірлігіңді қалай көрсетесің? Біреуге ол тіл арқылы көрсету мүмкін, біреу оны бір киімі арқылы көрсету мүмкін, не болмаса жаңағы ата бабалары туралы естеліктермен жаңағы айтып, көбіне ол бір іс әрекетті талап етеді да. Идентификация ол бір іс әрекетті талап етеді, және біз сол арқылы анықтаймыз. Сондықтан да сен практикаларға көбірек назар аударуың керексің. Ол адам өзінің бірегейлігін қалай көрсетіп жатыр. Екінші жағынан, бір адам өзінің бірегейлігін көрсету бір нәрсе, бірақ оны екінші топ басқалар қабылдай ма олай? Мысалы, бізде қазіргі қандастардың жағдайын алатын болсақ, олар жаңа этникалық тұрғыда қазақ болған үшін көшіп келді, бірақ та күнделікті өмірде кейде барлығы деп айтпаймын, кейбіреулері кездесіп жатады, сен қазақ емес сияқтысың деген. Сол. Енді әдістеріне келетін болсақ, оның өте бір үлкен тақырып та, кімдікті зерттеу. Бірақ бір нәрсені айтқым келеді, негізі біз кімдікті зерттеген кезде оны бір зат есімі ретінде зерттемейміз. Ол дегенім, мысалы, осы адамның бірегейлігі мынандай атрибуттардан тұрады деп қана айта алмаймыз. Біз оны жаңа етістік процесс ретінде зерттейміз. Идентификация процесіне мән беруіміз керек. Яғни өзгеріп отырады. Қалай өзгеріп жатыр, қалай қолданылып жатыр. Негізі біз одан уже ары қарай асуымыз керек та. Сенің этник кім ретінде танылуың сенің өміріңе қалай әсер етіп жатыр. Сол сұраққа жауап іздеуіміз керек деп ойлаймын. Ол Қазақстанда жаңағы өмірінде қалай Қазақстан азаматтарының ол жалпы этникалық тұрғыдан қазақ емессіз делік, олардың бірегейлігі қалай өзгеріп жатқаны туралы бір шамамен зерттеулер болды ма бізде? Шыны керек, мен көп зерттеулермен таныс емеспін, бірақ мен өзімнің диссертациямды жаза бастаған кезде мен іздедім. Қазір осы соңғы бір 4-5 жылдыкін білмеймін, мүмкін зерттеулер бар шығар. Бірақ сол уақытта іздеген кезімде мен көбіне мынандай еңбектер таптым. Мысалы, Қазақстандағы өзбектер деген тақырып бойынша жазылған бір еңбектер бар екен. Олар да жаңағыдай несін сипат, өзгерістеріне көп назар аудармаған, керісінше бір Қазақстандағы өзбек этносы бір қатып қалған критерийлерден тұратын топ ретінде қарастырады. Олардың тағамын айтқан, жаңағы дәстүрлері деген, айналысатын шаруашылығы деген сияқты категориялармен бөліп солай сипаттап түсіндірген. Енді ол бұрынғы этнографияның әдісі, ол бір жеке сала ретінде өздерінің солай болу керек шығар, дәстүрі шығар. Бірақ та қазіргі өмірде, күнделікті өмірін бақыласақ, шын мәнінде де осында тұрып жатқан этностық топтар сол киімдерді киіп жүр ма, сол тілін сөйлейтін шығар, бірақ та жаңағы тағамдарды күнде жасап жүр ма, сол бүгінгі өмірін біз құжаттамаймыз да. Бүгін біз олардың белгілері осындай деп бұрынғы нәрсеге көбірек жаңағы не істейміз, сілтеме жасаймыз. Сосын мен тағы бір байқағаным, көбіне осы жерде жазылып жатқан этник азшылықтар туралы еңбектер, бұл ғылыми еңбектер ғой, бірақ ғылыми еңбектердің өздері бір немен бастайды да. Бізде жаңағы этностық, қалай айтсам екен қазір, негізі ғылыми еңбек зерттеуге бағытталған болу керек, анықтауға, осы сұрақтармен келу керек та. Ал біздегі бір бірлікті көрсету үшін жасалатын сияқты. Солай көрінеді. Бізде бір этносаралық достық бар, ол осылай көрініс тауып жатыр деген сияқты бір қалай айтайық, саяси бір адженда дейді ғой, соны бір осындай жақсы жұмыс жүргізіліп жатыр деген нәрсеге бір подтверждение дейді ғой, сол үшін жасалатын сияқты маған көрінеді. Бірақ негізі біз қорықпай қандай мәселелер бар зерттеуіміз керек деп ойлаймын. Сосын
тағы бір нәрсе, бізде осы этнос аралық қатынастарды зерттеген кезінде, этнос аралық қатынастар деген кезде бірден ойына не келеді? Адамдарға бір конфликт, не болмаса бір проблема Иә. сияқты сондай ой келетін сияқты да. Негізінен өте қалай айтсам екен, қақтығыссыз өмір сүріп жатқан этностар көп бірге тұрып жатқан. Олар осы және бізде этносаралық қатынастарды зерттеген кезде міндетті түрде конфликт болған жерге барады да. Осының себебі не болды деп. Бірақ конфликтсіз өмір сүріп жатқан этностық топтар қалай өмір сүріп жатыр? Олар қалай жаңа конфликтті алдын алып жатыр? Не болмаса алдын алып жатқанда мүмкін конфликт жағдайы туатындай ол жерде жағдай жоқ, бірақ осы достық қарым қатынасты олар қалай қалыптастырды, сол туралы зерттеулер бізде жоқ. Бір этносаралық қатынастарды міндетті түрде конфликттің контекстінде ғана зерттеу керек сияқты да. Бірақ мысалы мынандай қарым қатынастар бар, оны антропологияда joking relationship деп айтады. Joking relationship деген кейбір екі түрлі мәдениет өкілі өмір бойы бір-біріне бір қалжың арқылы бір мәселелердің алдын алып өмір сүру мүмкін. Қызық. Оны бір не ретінде қалыпты қарым қатынастың сипаты ретінде қарастыруға болады. Одан бөлек тағы avoidance relationship деген нәрсе бар. Ол деген ол адамдар, жаңа екі этностық топтың өкілі біледі қай мәселе проблеманы алып келуі мүмкін, және ол одан кішкене қашады. Оған бармауға тырысады. Ол адамдар бірге өмір сүріп келе жатқан кезінде бір-бірін өте жақсы танып алады. Олар біледі ненің мүмкін емес екендігін негізі. Және қандай жаңағы бір нәрсені айтса, оның салдары неге алып келетіндігін барлығын біледі. Осындай бір мәселелерді қалай жаңағы бір жерде бұрыннан тұрып келе жатқан екі этностық топтың өкілі жақсы тұрып келе жатыр. Оны да зерттеп, одан да негізі үйренуге болады. Міндетті түрде бір конфликт іздемей немесе бір этносаралық қатынастар деген кезде одан бір қорқынышты, қалай айтсам екен, бір негативті қатынас іздеудің де қажеті жоқ та, позитивті ондай қатынастарда көп болады. Оның ішінде Қазақстанда оның үлгілері немесе тап сол позитив жағын зерттеуге көп мүмкіндік бар секілді. Өйткені Қазақстанда көп этносты мемлекетпіз ғой, және шыны керек бауырластықта, достықта өмір сүріп жатқан өте көп кейстер табуға болады, және оны шынымен зерттеу де керек. Бірақ сол неге бір этностық ашылықтар туралы зерттеулер ашық емес, мен сол нәрсеге таңғаламын. Бізде әліге дейін қорқыныш оятатын сфера сияқты көрінеді да. Жаңағы ол тақырыпта сөйлесең, қоғам неге айналдырып жібереді деген, бір ұрыс-керіске, бір үлкен жаңа конфликтті талқыға айналдырып жібереді деген бір қорқыныш бар сияқты. Бірақ негізі біз бір-бірімізді жақсырақ тани білсек, керісінше меніңше ол жақсы деп ойлаймын. Мысалы біз білеміз ба, бізде Қазақстанда өзбек тілінің 3 диалектісі сөйленеді. Да? Біз үшін барлығы бір өзбектер сияқты болды, ал бірақ та өзінің ішінде де сайрам, қарамұрт, қарабұлақ диалектілері мүлдем бөлек. Яғни олар тіпті бір-бірін айтады, біз ол өзінің диалектісінде сөйлеген кезде біз түсінбейміз дейді. Мүлдем, олар бөлек диалектілер. Сонда ол Қазақстанда қалыптасқан диалектілер ме? Қалыптасқан. Қарамұрт, қарабұлақ, қарамұрт, сайрам Шымкенттің диалектілері бір-біріне ұқсайды. Мысалы, өзінің ішінде осындай бір айырмашылықтар бар да, мәдени айырмашылықтар, тілдік айырмашылықтар. Мысалы, біз оны біле бермейміз, біз үшін барлығы бір топ, бір категория сияқты көрінеді. Және қызалысу да көбіне оларда жаңа өзінің ауылының ішінде бір диалект өкілінің деп айтайын ба, көбіне солай жүреді. Енді мүлдем үйлену жоқ деп айта алмаймын, бірақ көп жағдайда өзінің бір ауылдың ішінде жүреді. Біз оны біле бермейміз. Сол сияқты, мысалы, басқа да бір этник топтардың ішінде де бір мәдени ерекшеліктер болуы мүмкін өзінің ішінде. Біз хабарсызбыз да, хабарсыз болғаннан кейін бір
стереотиптер өте көп рөл ойнайды, олар туралы ойымызға әсер етеді. Шынымен стереотиптер көп, әсіресе оны осындай бізге жұмбақ деп айтайын ба, біз көп біле бермейтін салаларды Иә. шыны керек, ол жаңағыдай айтып жатырмыз ғой, зерттеуді ашпайды, немесе ол этник азшылықтар туралы айта бастасақ, ол қоғамда бір өте келеңсіз бір талқыға айналып кетеді. Менің ойымша жоқ, біз қоғамды кейде адамдар дұрыс бағаламай жататын сияқты. Біздің қоғам өте прогрессив негізі. Көп нәрсені қабылдайды, көп нәрсеге көзі ашық. Сондықтан негізі оны кәдімгідей ашық айтып талқылап жүрсе болатын секілді. Мына зерттеулерге қатысты мен соңғы кезде байқап жүрмін. Мысалы ұлттық бірегейлікті бірнеше зерттеу орталықтары қатарынан зерттеп жүреді. Мысалы ол жаңағыдай Лейпциг дейтін университет Германияда, қателеспесем, зерттейді. Жаңағыдай Ұлыбританияның өзінікі бар. Мен өзім көбіне ақш-тың мысалы көп қараймын. Ол біреуі National Opinion Research Center, Чикаго университетінің жанында, енді қоғамдық пікір зерттеу орталығы дейді ғой. Сосын Pew Research Center. Осы екеуінде жиі болып тұрады екен да. Осы әлеуметтік бірегейлікті зерттеу, жаңағыдай шын, жаңағыдай енді тастап кетеді. Америкалық дейтін кім деген кезде жаңағыдай Америкада туған, немесе Американың паспортын алған деген секілді варианттар болады. Сонда мен соңғы кезде көріп жүрген бір пікір, ол ұлттық бірегейлік бұл инклюзив болып келе жатыр дейді. Яғни бұрынғыдай көбіне шектеу жоқ, көбіне сол мемлекетте тұрып жатса және паспорты болса, көбіне ол яғни заңмен жүретін болса, онда болды, ол жаңағыдай шынымен біздің азамат дегенге келтіреді. Керек, инклюзивті болу керек. Ұлттық бірегейлік инклюзивті болмаса, мәселе туа береді. Инклюзивті болу деген ол барлығының құқығы тең болу. Бізде енді ол конституцияда жазылған ғой, жаңа этникалық немесе діни, басқа да тілдік белгілеріне байланысты шеттетуге болмайды деген. Бірақ та кейде біздің заңдарымыздың, заң емес, қалай айтайын, ресми хабарламалар өздері инклюзивті болмай қалып жатады да. Әр жерлерде айтылатын, жаңа жергілікті деңгейде болсын, жоғары мемлекеттік деңгейде болсын. Мысалы үшін негізі интеграциясы тұрғысынан алған кезімізде мен алғыс айту күні туралы айтқым келіп тұр. Интеграция тұрғысынан мысалы алғыс айту күні және алғысты белгілі бір этникалық топқа айту, ол иерархиялар туындатады. Этник топтардың арасында иерархиялар туындатады. Ол деген, бұл жерде host and guest деген түсінік бар. Бұл жердің жаңағы иелері бар және қонақтар бар деген топқа бөліп қояды да. Және бізде тұратын этникалық топтардың тарихына үңілсек те, оларда да әртүрлі, депортацияның ықпалынан көшіп келген этник топтар бар, бірақ олардың мұнда тұрып жатқанына қанша жыл болды уже? Өте көп. Енді әрқайсысында әртүрлі. Қаншама жылдар, қаншама не ауысты? Ұрпақ ауысты, халық ауысты. Ұрпақ ауысты. Бірақ кейін осында туылған бала, жарайды, этностық жағынан қазақ емес, бірақ ол енді осы жердің иесі ретінде де өзін репрезентация жасауға енді толықтай азаматы ғой, құқылы. Сонда жаңағы сияқты кейбір нелер біздегі мереке дейік, осындай кедергі жасап қояды интеграцияға. Жаңағы өзіңнің этник белгілеріне байланысты сен әлі де болса бір қонақ ретінде қабылданып қаласың қоғам тарапынан да. Сондықтан да біз кішкене ойлаймын, ендігі кезекте біз енді азаматтық ұлтты құрғымыз келіп отыр ғой. Сондықтан да осындай бір иерархияларға алып келетін мәлімдемелерден абай болуымыз керек. Себебі ол иерархиялар бір топты басқасынан жоғары көрсетіп қояды. Және біріктіретін белгілер, мысалы бізде енді Қазақстанда қазіргі уақытта меніңше тіл сияқты көрінеді, қазақ тілі қоғам тарапынан да. Қазақ тілі біріктірсін барлық топты, бірақ та жаңағыдай
қалай қазір мен ойымдан кішкене естеп кеттім. Қазақ тілі қоғамды біріктіруші, иә. Иә, Бірақ ол ешкімді шеттетпеу керек, иә, мысалы бізде жаңа инклюзивті боламыз деген кезімізде адам қазақ тілін білу арқылы да интеграция жасауы мүмкін да, бірақ та міндетті түрде ол жаңа этностық кімдігін өзгертіп қазақ болып кетуі қажет деген сөз емес. Бірақ та тілді жаңағы бір этникалық топтан бөліп алып бір интеграция құралы ретінде қолдануға болады деп ойлаймын қазақ тілін. Иә, ол енді ұлт құрудағы басты компоненттердің бірі ғой, осы тіл. Жаңағы алғыс айту күніне қатысты. Шынымен ол басындағы мағынасын енді халыққа өткен жоқ қой шамамен. Бірақ тұтас халық жалпы алғыс айту ретінде жақсы қабылдады және бір жақсы дәстүрге айналып кеткен сияқты. Иә, оны кейін енді әркім әртүрлі интерпретациялайды ғой. Адамдар тек бір-біріне жаңағы ата-анасына, ұстаздарына алғыс айту күні сияқты қабылдап кетті ғой. Иә, соны айтып жатырмын ғой. Ол жаңағы мейрамның интеграция тұрғысынан қателігін, ал жалпы бір-біріне рахмет айту жағынан әрине ол жақсы мейрамдардың бірі. Мен жаңа тіл тақырыбын жалғастырсам, осы тақырыпты зерттеген кезде оның жаңағы әлеуметтік зерттеулерде де жаңағы нағыз осы елдің азаматы кім деген кезде осы тілде сөйлей алуы деп айтып жатады. Сол секілді бізде де ол енді жалпы барлық бірегейлікке ол бір тілде сөйлеу өте маңызды. Оның үшін мысалы мына соңғы зерттеулердің бірі, енді Nation Building дейтін кітап бар, Андрей Уэмер. Сол кісінің де үш компонентке бөледі. Оның біреуі жаңа тілдік бірегейлік, бірлік деуге бола ма екен, яғни бір тілде сөйлей алу деп айтады. Одан бөлек жаңағы мемлекеттің халыққа бір жақсы игіліктер беру әлеуеті және жаңа азаматтық институттарды көрсетеді. Осы ұлт құру тақырыбында тағы қарай сөйлесіп көрсек, бізден Қазақстанның кейсінде немесе Қазақстандағы жағдайда біздер этник азшылықтар ол Қазақстанның азаматы ретінде, яғни қазақ ретінде, қазақстандық ретінде аталуға, жаңағыдай азаматтық бірегейлікке келуіне қандай бір бағыттар жоқ. Осы азаматтық бірегейліктің үйлесуіндегі прогрессі қандай? Білмеймін, осы тақырыпта. Мен ойлаймын, азаматтық бірегейлік ол адамның бірнеше бірегейлігінің бірі. Жаңа әр адам өзін бір сәтте бірнеше категориямен сәйкестендіреді. Мен мысалы этник тұрғыдан айтамын өзім кім екенімді, және азаматтық тұрғыдан да айта аламын, діни тұрғыдан, гендерлік, әлеуметтік статусың бойынша қай жақтан шықтың. Бізде мысалы қалай біз ұлттық бірегейлікті қалыптастырамыз деген сұраққа мен кішкене немен қарай, скептикамен қараймын да. Оны біз қалыптастырып бір сақтап қалыптастырамыз осындай ұлттық бірегейлікті, және әрі ол адам өзін осылай айтап жүру керек деген нәрсе ол қалай айтады, олай мүмкін емес. Ол адамның бір бірегейліктерінің бірі. Егер мен осы елдің ішінде жүрген кезімде мен өзімнің басқа бірегейліктеріме көбірек назар аударуым мүмкін да, қарым-қатынас кезінде. Мысалы екеуміз сөйлесіп отырған кезімізде біз сұрауымыз мүмкін, қай жақтансың, не болмаса қай жақта оқыдыңыз, білмеймін, басқа сияқты белгілеріміз бізге бірінші кезекте шығады. Ал егер мен елден сыртқа шыққан кезінде, ол кезде міндетті түрде біздің мемлекеттік азаматтық бірегейлігіміз бірінші кезекке шығады. Яғни бізде қазір мынандай ой бар сияқты да, бізде бір азаматтық бірегейлік жоқ адамдардың арасында деген сияқты бір қалай біз қалыптастырамыз осындай ұлттық бірегейлікті деген. Мысалы кез келген басқа бір этностық топтың өкілі болсын, сыртқа шыққан кезде қай жақтансың дегенде ол Қазақстан деп айтады. Ол деген олар сырттың адамдары мысалы білмейді ғой ішінде қандай айырмашылықтары бар екен этникалық. Негізі этникалық айырмашылықтар ол елдің ішінде параллель жүретін нәрсе. Азаматтық бірегейлік пен этностық бірегейлік параллель жүретін ұғымдар. Бұл жерде контекст сенің қай жаңа айдентитиңді бірінші кезекке шығарып тұр.
соған байланысты. Енді қалыптастыру тетіктері деп айтып жатсыз ғой, меніңше азаматтық бірегейлікпен байланысты басты нәрселер ол осы елдің заңдарын білу және осы елде қалай өмір сүру керектігін білу, сонымен байланысты. Бұл елде қай тілде мен сөйлесем, жаңағы өзім нанымды таба аламын, қай жерде жұмыс жасау маған ыңғайлы деген жалпы бір ақпаратты, заңдарды, институцияларды білумен байланысты. Ол ұлттық бірегейлік бір дәстүрмен, бір бұрындағы өткен заманнан гөрі менің ойымша қазіргі кездегі адамдардың өміріне сүруіне қажетті жаңағы қажетті заттарды білумен байланысты. Солай қарастырамын. Бұл елдегі заң не, білмеймін, жаңағы конституцияны білуің, гимнді білуің, жаңағы тарихы туралы ақпаратты білуің, сонымен байланысты. Және бізде ұлттық бірлік, негізі алдыңғы подкасттарда да айтылған екен, мен кеше тыңдадым, негізі ұлттық бірегейлік қалыптасқан, оны қалай қалыптастырамыз деген сұрақ орынсыз. Ол қалыптасқан, бірақ ол процесті, ол қалыптасты, және ол ары қарай да қалыптаса береді, өзгере береді. Бәлкім тек соны қалай жақсартамыз деген сұрақ болатын шығар. Иә, оны қалай жақсартамыз дегенде бір қызық сұрақты көрінеді өзіме, себебі мәселе неде сонда деген нәрсе ғой. Мәселе жаңағы елдің азаматтары басқа елдің патриоты болып кетеді деген сөз ба, қай мәселеден бізде қорқыныш бар? Егер ол мәселе неге біздің азаматтар басқа елге көшуге құмар деген сияқты болса, мүмкін біз елдегі адамдардың, азаматтардың өмір сүруіне жағдай жақсарту керек шығар. Себебі негізі көп жағдайда адамдар өте рационалды болып келеді, өзінің тамағын, тоқтығын, жаңағы балаларының болашағын ойлайды, және оған сенімді болған кезде ол адам негізі қай жерде болса да өмір сүреді. Сондықтан да ол көбіне жаңағы елдегі экономикалық жағдайды жақсартумен, заңның жұмыс жасауын жақсартумен байланысты деп ойлаймын. Ұлт құру теорияларына қатысты толықтырып айтып көре аламыз ба? Ол қандай теориялар болуы мүмкін? Ол жаңағы біреуі жаңағы Уимер секілді ғалымдардың пікірлері, ал этносқа қарамастан немесе басқа да ерекшелігіне қарамастан барлығы бір елдің азаматы ретінде бірігіп өмір сүруі. Ұлт теориялары ол енді ұлттық мемлекеттерінің қалыптасуымен байланысты пайда болды ғой, бірақ ұлт дегенде біз қазір нейшнді айтып жатырмыз. Ұлт ретінде саяси, біріккен азаматтардың бірлігін айтып отырмыз. Ол енді жаңағы ұлттық мемлекеттер қалыптасуымен байланысты. Қазір бізде қанша мемлекет, мен алдында қарап едім, ұмытып қалдым. Біріккен ұлттар ұйымы мойындаған соншама мемлекет бар, и оның азаматтарын, онда тұратын азаматтарын бір ұлттың өкілі ретінде қарастырады, және олар тікелей мемлекетпен, сол мемлекеттің территориясымен, ішіндегі заңдарымен байланысты. Одан бөлек этносты зерттеу, егер теорияларына келетін болсақ, көбіне менің зерттеу бағытым осы этнисити теориясы да, этностық теорияны зерттеумен байланысты. Бұл жерде жаңағы айтып өткен примордиализм бағыты мен конструктивизм бағыты екеуі бір-бірімен былай қарағанда қарсы қойылады көп жағдайда. Примордиалистерді конструктивистер сынайды, себебі примордиалистер жаңағы этностық бірегейлікті өзгермейтін адамның тума бір болмысы ретінде қарастырады. Ал қазіргі жағдай көрсетіп отырғандай еш нәрсе өзгермейді деген емес, барлық нәрсе өзгермелі екеніне көз жетеді. Сондықтан да конструктивизм ол адамның сезіміне байланысты. Көбіне сен өзіңді қай этностық топтың өкілі ретінде сезінесің, сен соның бір өкілісің деп қарастырады. Осы екі неден жаңағы конкуренция дейді ғой, екі терминологияның соңғы кездерінде осы конструктивизмге қазір көбірек өтіп жатыр, ол батыста. Ал примордиализмді негізі кеңес үкіметінде өте көп ұстанған деп айтады. Оны Бромли деген бар ғалым, Юли кажется аты, 60-шы жылдары этнос теориясы дегенді дамытты, және соның бағытымен бізде өте көп еңбектер де жазылды осы кеңес үкіметінің
уақытында қазір Қазақстанда да меніңше әлі сол этнос теориясын қолданатын кейбір еңбектер бар, ғылыми бағыттар. Бірақ та енді бізде жаңа ситуациялар көп қой. Жаңа ситуацияның ішіне мысалы жаңа миграцияны айтып жатырмын, мысалы мына нәрсе бар. Қазір Қазақстанда туылған, қазір емес, жалпы Қазақстанда туылған біраз балалар Америкаға асырап алып кетті ғой. Қазір ана передача бар, қалай айтады, шетелдегі қазақ балалары деген. Ол барып, мысалы сол жақта тұратын балалардың қазіргі өмірін туралы жасайды ғой бағдарламаны. Сол кезінде мен мысалы сұрақ менде туады, ол балалар өздерін кім деп санайды деген. Тілдері американдық, қазақ тілін сөйлемейді, көбісі ұмытып қалған, тек олар біледі өздерінің Қазақстаннан екендерін. Қазақстанда туғандарын біледі, этносы қаны қазақ екен. Қаны қазақ деп айтады, бірақ та олардың этнос туралы түсінігі мүлдем бөлек болуы мүмкін. Мысалы американдық адам мен қазақстандық адам сөйлескен кезінде екеуінің әлемді көру перспективасы дейді ғой, әлемді бөлу, категорияларға бөлу перспективасы екі түрлі болады. Қазір бір мысалды айтайын. Мынандай болған, швейцариялық бір кісі мен қазақстандық бір кісінің екеуінің ұлты туралы әңгімесін мен бір ретте естіп қалдым да. Жаңа швейцариялық студент қазақ тілін үйреніп Қазақстанға келді, сосын ана қазақ кісі одан сұрайды, ұлтың кім деп. Ол айтады, швейцариялықпын. Мына қазақ кісі үшін швейцариялық деген, ұлт дегенде этносын сұрап тұр. Швейцариялық деген этнос оның картинкасында, әлемді білу картинкасында жоқ. Ол айтады, жоқ, сен қай тілде сөйлейсің деп сұрайды ғой. Ол айтады, мен неміс тілінде сөйлеймін. Онда сен неміссің ғой дейді. Ол студент үшін неміс деген басқа ұлт. Швейцариялық емес. Сонда біздің қазақстандықтар үшін біреудің этностық кімдігін анықтау ол тікелей тілімен байланысты. Тілімен, жаңа әкесінің этникалық кімдігімен, ал швейцариялық үшін ол азаматтықпен байланысты да. Сол сияқты жаңа Америкадағы өсіп жатқан балалар үшін өзін өзі түсінуі мемлекетпен байланысты болуы мүмкін. Олардың қазақтығы Қазақстанда туылғанымен байланысты да. Олар біздің іштегі жаңағы бөліністер туралы көп хабардары болмауы да мүмкін. Сондықтан да мен көбіне мысалы Германияда жүрген кезімде мынандай болатын. Маған айтады, мен бір қазақты танимын, сені таныстырайын деп айтады да. Сосын танысқан кезде ол қазақстандық неміс болып шығады. Олар үшін ол қазақ қой. Сонда олар азаматтық кімдікпен айтып отыр ғой. Сосын мен сұраймын, қазақстандық этникалық қазақ па десем, деп сөйтіп айтып жатыр. Яғни бұл жерде біздің көзқарастарымыз да әртүрлі да. Біз өте этникалық тұрғыда әлемді бөлеміз. Қазақстандықтар біз әлемді этник топтардан тұратын. Біздің көзқарасымыз бойынша әлем этник топтардан тұрады. Ал мысалы басқа елдерде әлем расалық топтардан тұруы мүмкін, діни топтардан. Кейбір елдерде мысалы діни бөлінушілік бірінші кезекте этникалыққа қарағанда. Кейбір елдерде саяси бөлініп кеткен сондай әлемді көрудің жолдары өте көп та, әлемді бөлудің. Сондықтан да негізі бірегейлік туралы айтқанда ол бір классификация туралы да айтамыз біз. Біз кімді кім деп санаймыз, ол біздің қандай категорияларды білеміз, соған да байланысты. Біз мысалы мектептен біліп өстік, Қазақстанда бір 100-ден аса, 130-дан аса этностың өкілдері бар деген нәрсемен өстік. Және мен мына бір фрилистинг деген әдісті қолданғам, когнитивті антропологияның әдісі. Сонда адамдарға келесінде сұрайсың, өзің білетін этник топтарды жазып шық қағазға. Сол кезде ол адамның жазып шыққан этник топтарына қарап, енді 130 ешкімде шықпайды. Бір барынша бір ең максимум 50 жазатын шығар, оны да жазатын адамдар көп емес. Бір 20-дан кішкене асады. Сондай ғана. Солардың қараймда әлемді қалай көретін. Мысалы, және ол тізімде біз Қытай деген нені де көріп қаламыз, категорияны көреміз. Ол Қытай деген, Қытайдың ішіне барсаңыз, ол азаматтық кімдік, ол этникалық топ емес, оның ішінде хан деп бөледі және басқалар неше түрлі. Ал біздің көзқарасымызда олар бір категорияға ғана кіріп кетеді, Қытай деген. Немесе француз дейді. Француздың өзі де ол азаматтық кімдікке негізделген ұлт қой. Сол сияқты біз негізі өзіміздегі классификацияны зерттеп көруіміз керек, және ол классификацияға не әсер етеді біздегі
этник саясат та әсер етеді, біз қандай категорияларға бөлеміз, біз паспортта жаңағы этник кімдігін адамның жазамыз. Сосын мына ұсыныс болды ғой, этник нені алып тастаймыз деген. nation дейтін недегі паспорттағы ұлты жазу. деген жазуды алып тастаймыз деп. Мен негізі сол туралы ойландым. Егер мемлекет оны ұлты дегенді алып тастаса, бір жағынан ол осындай адамдардың бір-бірін ұлтқа бөлуін өздеріне қалдырады. Біз сендерді жаңағыдай не түрде құжаттамаймыз, ресми түрде бөлмейміз, ол адамның өзінің бір жеке несіне қалатын мәселе. Бірақ та ол екі нәрсені бір жақсы жаман жағы деген сияқты бар да. Бір жағынан кейбір этник категориялар мүлдем жойылып кетуі мүмкін да ол кезде. Мемлекет оны құжаттап отырмаса, ол ассимиляцияға ұшырайды. Мүмкін ассимиляцияға ұшырағаны көпшілік үшін бір жақсы болуы мүмкін, азшылықты ассимиляция болу. Бірақ ана азшылық үшін ол бір өзін жоғалтып алумен тең болуы мүмкін. Сондықтан да оның екі жағы да бар. Бір жағынан мемлекет жаңағы өзінің қолынан алып бұл этник классификацияны адамдардың өздеріне қалдырады да. Екінші жағынан кейбір топтар жоқ болып кетуі мүмкін. Ол енді бір мәдени жағы ғой, яғни мемлекет өзінің жаңағыдай призмасында ол жаңағыдай барлығына теңдік секілді қылып бөліп жармау деген мағынада жасайды. Ары қарай енді жойылып кетуі шыны керек қазір жаңа яғни этникалар пайда болып жатыр, кейбіреулері жаңағыдай бірлесіп кетіп жатыр деген секілді ғой. Негізі адамдар тоқтамайтын процесс. Ол тоқтамайтын процесс. Сосын екі этникалық топ бірге өмір сүрген кезінде оларда бір-бірлерінің көп мәдени ерекшеліктерін бір-біріне сіңіріп алады. Сондықтан да біз мысалы бір этник кімдікті зерттеген кезде, этник идентификацияны зерттеген кезінде жергілікті контекст үлкен рөл ойнайды. Мысалы үшін Қазақстанда тұратын этник өзбектер мен Өзбекстанда тұратын этник өзбектердің идентификация процестері мүлдем екі түрлі болуы мүмкін да. Сондықтан да бізде айтады ғой, жаңа өзбекстандық өзбектермен мен мысалы зерттеу жүргізіп жүрген кезде біз кішкене басқашамыз. Тіпті мысалы тойларында жасайтын жаңағы нелері, ғұрыптары да айырмашылық. Сөйлеуі, білмеймін, басқа киінісі деген сияқты олар өздері соған бір не береді, ерекшелік береді. Біз мына жергілікті қазақтардан көп нәрсені үйреніп алдық деген сияқты. Сол сияқты бізде айтамыз, мысалы қандастар көшіп келген кезде олар басқаша деп. Себебі олар басқа өздері тұрып жатқан жердің жаңа кейбір ерекшеліктерін сіңіріп алады. Шынымен ол сосын енді осы қандастарға қатысты тағы бір мәселе, негізі олар көбіне айтады ғой, көшіп кетті, асып кетті, жаңағыдай тау асып кетті, шекара асып кетті. Бірақ шындығына келгенде мына барлығы емес қой, кейбір аймақтар жай ғана өзінің өмір сүріп жатқан жерінде жүріп жатыр, бірақ шекара түсті да сол жерге. Яғни бір көрші тұрған екі ауылдың арасында шекара түсті деген секілді. Яғни олар көшкен жоқ, ешқайда кеткен жоқ, тек қана жаңағыдай шекараның ар жағында қалып кетті. Сол ғой, кейде адам шекараны кеседі, кейде шекара адамды кесіп өтеді. Олардың жағдайында шекара олардың үстінен жаңа тұрып жатқан елді мекеннің үстінен жасалғанда, бекітілгенде ресми түрде олар басқа жерде бір азшылық болып қалды. Сол сияқты біздегі этник топтардың тарихына үңілсек те кейбіреулерінде мысалы шекаралас тұратын, мысалы өзбектерді айтайық. Мысалы көп сондай шекараны жасаған кезде бізде этникалық өзбектер Қазақстанның территориясында қалып кетті. Дәл сол сияқты кейбір этник қазақтар Өзбекстанның территориясында қалып кетті. Одан кейін ол жерде оған негізі ирредента деген ұғымды ұсынады. Меңді бір кісі бар, Меңдіғалиева ма, ұмытып қалдым нақты қазір фамилиясын, қазақстандық ғалым кісі, тарихшы кісі, ирредента деген ұғымды қолданайық деп ұсынады. Ол қазақтарға қатысты айтады ол кісі, жаңағы шекаралас басқа елдердің территориясында, мысалы Ресейде тұратын қазақтарға ирредента ұғымын қолданайық, яғни олар диаспора емес, диаспора болу үшін сен басқа елге көшіп өткен болуың керек. Ал егер сен көшіп өтпеген болсаң, сол тұрақтап тұрған болсаң, сен ирредентасын, яғни автохтонды тұрғындар деген терминді де оларға қолданады. Негізі сол адамдарды өте көп жаңағыдай идентификациясында қалай айтады, қандай процесстер өтіп жатыр, соған назар аудару керек болады да. Мысалы
бір күні сен кеңес үкіметі әсіресе тараған кезінде бір басқа бір этник мемлекеттің тұрғыны болып қалдың. Сен түсінесің, енді мына елде жаңағы сенің тілің негізгі тіл емес. Әрине жергілікті деңгейде мектептер болады этник тілдерде, бірақ бәрібірде сен үлкен бір көпшіліктің бір бөлігі ретінде өзіңді санамай қаласың да. Сол жағдайда мысалы Қазақстанның саясаты жаңағы инклюзивті дейді ғой, этникалық инклюзивті болды да, ол бізге келіңдер, көшіп келіңдер, өздерінің елдеріне оралыңдар деген нені месседжді беріп, отанымызға оралыңдар, сіздер біздің бауырларымызсыз дегенді айтты. Бірақ барлық мемлекет ондай саясатты ұстанбайды ғой. Мысалы Өзбекстан ондай саясаты жоқ. Өзбекстаннан тыс тұратын өзбек халқы ол басқа елдің азаматы деген сияқты нені ұстанды, әсіресе Каримовтың кезінде. Кезеңінде. Мына жаңағы өз жарайды, өз этносының өкілдерін жаңа өзінің мемлекетіне тартқан бірнеше ғана мемлекет қой, қателеспесем, ол Израиль, Германия жасады, және Қазақстан. Грецияда жасады ғой деймін кезінде. Бұрында біздің көршілер болатын, гректер көшіп кетті 90-шы жылдары ғой деймін шамамен, кішкентай кезімде. Ондай жасаған мемлекеттер өте аз. Қазір енді Италия олай жасайды екен. Аргентинаға кезінде көшіп кеткен итальяндықтарды олар енді несін дәлелдеу керек. Түбін өздерінің Италиядан шыққандарын дәлелдесе, олар да көшіп келе алады. Ондай программалар көп елдерде бар, бірақ жаппай үлкен жасалған, меніңше жаңағы біз айтқан елдер. Үш мемлекет, өйткені миллиондаған адамның көшіп келуі ол үлкен көрсеткіш қой. Бұл бірақ бір этностық мемлекет құрудың амалы емес пе? Яғни негізі инклюзив қоғам, бізде, бірақ бұл сонымен қатар бір енді біздің контекстімізде ол кішкене тарихи травмаларға байланысты көбірек болатын шығар. Енді жаңағыдай қиындық кезінде ол көшіп кетіп, енді келіңіздер, біз тәуелсіз мемлекет болдық, қайтадан жаңағыдай біздің жерімізде жаңағы өзіңіздердің атамекеніңізге келіңіз дегендей. Бұл символикалық жағынан этностық мемлекетті құрудың көрінісі болып табылады. Себебі қазақ болған үшін көшіп келіп жатыр ғой. Кез келген адам көшіп келіп жатқан жоқ қой. Бірақ екінші жағынан бұл сол кезде бір демографиялық мәселені шешу үшін шақырылды ғой. Біз білеміз, тәуелсіздік алған кезде 1 миллиондай адам көшіп кеткен Қазақстаннан. Немістер бар ішінде, жаңа басқа да славяндық этник топтардың өкілдері. Сонда жаңа демографиялық мәселені шешу үшін этник қазақтарды шақыру бір осы қиын ситуациядан шығудың жолы болып табылды. Бірақ та бұл тағы да қайшылықтарға алып келді да. Жаңағы этник қазақтар осы жаққа көшіп келгеннен кейін, енді отаныма оралғаннан кейін ол адамдарда жаңағы бір expectations дейді, ожидание көп нелер болды. Енді мен осы жерге келгеннен кейін жұмыспен қамтамасызға көмектеседі екен, жаңа осы жаққа бейімделіп кетуіме мемлекет көмектеседі екен деген бір не күтті ғой, олар көмек күтті ғой. Бірақ барлық жағдайда ол көмекті ала алған жоқ та, сондықтан көп адамдарда сосын бір не реніш сияқты болды, сіңісе алмай қалды осы жерге. Себебі олар жай миграцияны жасаған жоқ та. Миграцияның да түрлері көп. Миграция бар экономикалық, және миграция бар осы return migration деп айтады ғой. Қайта оралу миграциясы. Қайта оралу миграциясындағы адамдардың мотивациясы кішкене бөлек болады да. Олар өзінің отаныма көшіп келе жатырмын деген оймен келеді. Бұл жерде келсе қаншама әртүрлі этник топтардың өкілдері тұрады. Осы ғой, сол кезде жаңағы бұл жер кімдікі деген сұрақ қайтадан күнделікті дискурста туындап қалады. Ол бір үлкен бір конфликті тудырмайды, бірақ та ол дискурста жүреді. Бұл менің жерім деп жаңағы көшіп келген адам айтса, мына жерде тұрып жатқан, бірақ этникалық жағынан басқа адам айтуы мүмкін, бұл менің жерім, менің де жерім. Себебі мен мұнда қанша жылдан бері тұрып келе жатырмын, мен басқа елден көшіп келген жоқпын деп. Осы жерде енді көбіне олар жаңа неге сілтеме жасайды ғой, біздің мемлекеттің жаңа жоғарыдағы қалай айтады, заңдарға сілтеме жасайды, не болмаса президенттің нарративтеріне сілтеме жасайды осындай кезде адамдар. Бірақ бізде президент екі топқа да арналған хабарламаны айтады.
алдыңғы президент, бірінші президенті де. Біз екі месседжді қатар береміз. Біз бауырларымызды шақырамыз, барлық қандастарымызды елімізге, және бізде еліміз көп ұлтты мемлекет деген терминді қолданамыз ғой, негізі көп этносты, иә, мемлекет. Көп этносты мемлекет деп екеуіне де арналған бір инклюзияға шақыратын жаңағы месседждер бар. Бірақ ол екеуі кейде бір-біріне қайшы. Иә, ол енді әзірге кейбір түсініксіз тұстар болмаса, жалпыда бұл саясат негізі бізде андай ғой, көпке қолжетімді деуге болады ма екен. Яғни ешкімді не шектетпейтін, және мүмкіндіктер береді ғой шынына келгенде. Яғни сенің өмір сүруіңе, жаңағыдай тағы басқа игіліктерді пайдалануыңа, яғни ол сенің этностық ерекшелігіңе негізі қарамай істейді. Өйткені оны көру үшін, мысалы, бізде шүкір енді этникалық қақтығыстар әлі болған жоқ қой. Әлі емес, енді жалпы болған жоқ қой. Енді кейбір тұрмыстық мәселе сияқты ол жақта көбіне. Яғни енді жаңағы Қордайдағы деген секілді бірнеше, оған дейін 3-4 болды. Иә, енді бізде жаңа Қырғызстандағыдай үлкен деңгейдегі ондай этник конфликтлер болған жоқ. Иә, сондықтан да зерттеулер көбіне осы жақсы қарым-қатынасты сақтаудың жаңағы құпиясы неде дегенге бағытталу керек шығар, содан үйрену. Сосын бір ауылдың деңгейіндегі этностық қатынастар мен бір кейде қаланың деңгейіндегі этностық қатынастар бір-бірінен ерекше болуы мүмкін да. Салыстырып. Енді қалада енді бәрібір барлық қалада ол жақта енді кәдімгі тұрмыстың андай белсенділігі бар, енді күнделікті өмірмен, жұмыстармен жүресің, және ол жақта енді көбіне бір этностардың көбіне енді басымдығы болады ғой. Яғни қазақтар ол жақта әлдеқайда көбірек болуы мүмкін дегендей. Ал енді ауылдық кейстер, олар жекелеген кейстер ретінде қарастыру керек шығар. Ол мемлекетке немесе қалаларға дұрыс жүрмейтін сияқты. Осы бірегейлікті зерттеуге қатысты немесе жаңағыдай топтарды зерттеуге қатысты қандай зерттеулер, әлеуметтік әдістерді қарастыруға болады? Мысалы, бұл жерде енді сауалнамалар дұрыс келе қоймайтын сияқты. Сауалнамаларға немесе сұрақтарды дұрыс сұрақтармен сауалнама ма екен? Сауалнама да меніңше параллель бола алатын әдістердің бірі ғой. Бірақ біз толықтай сауалнаманың жаңағы нәтижесіне сене аламыз ба? Себебі адамдарға ол сұрақты қойған кезде көп жағдайда бір байқайтыным, жақсы дегенді айта бергісі келетін сияқты да, бір мәселені ашып айтпайды. Меніңше жаңа интервью әдісі, бақылау әдісі қажетті әдістердің бірі. Және біз егер осы этникалық бірегейлікті зерттеген кезде, мысалы, мен этносаралық қатынастар туралы айтып жатырмын. Этносаралық қатынастарды зерттеген кезде, мысалы, өзбек-қазақ этносаралық қатынасы мен орыс-қазақ этносаралық қатынасы мүлдем екі бөлек жаңа әдістемені талап етуі мүмкін да. Себебі барлық жағдайда контекстке байланысты. Не болмаса, тек қазақтармен емес, мысалы, өзбек-орыс этносаралық қатынасы. Мысалы үшін айтып жатырмын. Сол сияқты әр контекстіге бізде жеке бір әдістеме қажет болады. Меніңше сауалнамалар жүру керек, бірақ көбіне сауалнамадан кейін ол адаммен жеке интервью мысалы жүргізілсе адамдармен, ол жаңағы айтылған берген жауаптарына толықтай тағы да қосымша бір ақпарат алуға мүмкіндік береді. Білмеймін, бізде ашық сауалнамалардың нәтижелері қай жерге салынады, мен көрген жоқпын. Тағы да анандай бір нәзік тақырып болып қалғанда, бізде өте нәзік тақырып. Мысалы, Германияда Макс Планк институты бар. Ол жерде
көбіне олар жасаған зерттеулерін ашық талқылау жасайды. Енді көбіне бәрібір де академиялық ортада ғалымдардың арасында жасалады ол талқылау, бірақ та кез келген адам келіп қатыса алады. Оларға анау 2015 жылы жаппай Сириядан көп босқындар көшіп келді ғой. Сол кезде мынандай сұрақ туындады. Көбіне ол мигранттар енді мұсылман дінін ұстанғандықтан олардың отбасылық мәселелерді шешу жолы басқаша. Олар мысалы Германияда белгілі бір заңдар бар, ол заңдар көбіне немесе христиандық, немесе жаңа светский дейді ғой, зайырлы заңдарға негізделген да. Ал жаңағы адамдар көшіп келген кейбір мәселелерін, отбасылық мәселелерін ол заңдарға негізделіп шешкен жоқ. Сонда енді мемлекетте сондай сұрақ туындайды ғой, біз қалай жаңағы осы мәселені қалай шешеміз? Сол кезінде үлкен зерттеу жасады. Ол зерттеу legal pluralism дейді, заңдық плюрализм, заңдық әртүрлілік деп айтамыз ба. Бір белгілі бір мәселені шешу үшін әртүрлі заңдарды қолдану. Сондай үлкен зерттеу жасалып, мысалы менің бір қызығы қоғамда болып жатқан мәселелерді міндетті түрде жаңа зерттеумен білуге, тануға, шешуге тырысуы. Себебі қанша өте көп көлемде босқындар келді ғой. Мысалы олар отбасында не болған кезінде, балаларға қатысты, әйелдеріне қатысты мәселелер болған кезінде заңға көп жүгінбейді. Олар бармайды, себебі ол отбасыда шешілу керек. Олардың түсініктері отбасы қарым-қатынас туралы мүлдем бөлек болды ғой. Осы туралы мысалы зерттеулер жүргізілді, ғылыми жұмыстар жазылды, диссертациялар жазылды, және ол ашық доступта бар, салынды. Дәл сол секілді бізде де мысалы миграция бізде де жоғары, бізге де қазірде де көшіп келіп жатқан адамдар бар. Олардың мәселелерін зерттеп, оны ашық талқыға салу керек. Осы миграция мәселесінде шамасы құндылықтарды зерттеу өте маңызды секілді. Яғни ол қазіргі мемлекеттің құндылықтарымен қаншалық сәйкес келеді, яғни ол жерде қандай ерекшеліктер немесе бір назар аударатын нүктелер болуы деген секілді. Мысалы жаңағы кейсте, Германияның кейсінде олардың жаңағыдай діни ерекшелігіне байланысты проблемаларды шешу әртүрлі болу екенін көру, ол өте бір проблеманы шешуді жеңілдететін дүние ғой. Осындай кезде құндылықтарды зерттеу, тану өте маңызды секілді. Құндылықтарды зерттеу бағыты бар антропологияда, anthropology of values, құндылықтар антропологиясы деген сияқты. Ол дінмен байланысты болуы мүмкін, ол жаңағы шыққан жеріңе байланысты, отбасылық ерекшеліктерің, этник ерекшеліктер оның ішіне кіріп кетеді. Жалпы ол құндылықтар қалай өзі қоғамда өзінен өзі қалыптаса ма, әлде сол құндылықтарды қалыптастыруға ықпал ететін факторлар бола ма? Яғни мысалы қазір бізде жаңағыдай бір-біріне көмектесу дейтін жақсы құндылық бар. Ол мысалы асар емес секілді тағы басқа бір қорлар арқылы жүріп жатыр. Немесе жаңағы білім алу дейтін құндылық бар. Ол енді жаңа қазір енді онлайн курстарды біздің қазақстанда көп адам оқитын секілді. Яғни ол сыртта жаңа Coursera секілді, Udemy секілді курстар болуы мүмкін, немесе Қазақстанда өзіміздің контент мейкерлер жасап жатқан білімдер бар дейікші. Құндылықтар туралы енді мен арнайы зерттеу жасап ол бағытта көп оқыдым деп айта алмаймын, бірақ та құндылық дегеніміз не ол? Ол сенің күнделікті шешімдеріңе әсер ететін бір көзқарас шығар. Өзіңнің көзқарасың деуге болады шығар. Мысалы біреу үшін, көпшілік үшін отбасын құру құндылық болуы мүмкін. Қазақстандағы мысалы, көпшілік үшін. Ал басқа бір дамыған, жаңа капиталистік экономикалық дамыған елдерде ол бір екінші орынға шығып кеткен болуы мүмкін. Білмеймін, мүмкін бұл байыз. Ол жақта да негізі отбасын құру үлкен құндылық болып саналуы мүмкін. Құндылықты меніңше зерттеген кезде сол адамның өміріндегі шешімдерін зерттеу керек сияқты, менің ойымша. Ол
мектепті бітіргеннен кейін не істейді, қандай шешімдер қабылдайды, немесе неге ұмтылады. Одан кейін университетке түссе, мысалы егер, одан кейін ол қандай шешімдер қабылдайды. Көп жағдайда бізде енді менің жалпы бақылауымнан бір бағыттар бар сияқты. Мектепті бітіресің, содан кейін университетке оқуға түсесің, сосын жұмыс жасайсың, үйленесің, үй аласың, машина аласың деген сияқты бір белгілі жол бар сияқты да. Және одан кейін көп балалы боласың, немерелі боласың деген сияқты адамның бір өмірін соңына дейін шамамен көретін бір жол бар сияқты. Оның бірақ осы шешімдеріне әсер етіп жатқан не? Ода егер басқа бір выбор дейді ғой, басқа таңдау болса, ол неге оны таңдамады? Мысалы үшін да, меніңше құндылықтарды солай зерттеуге болады. Құндылық ол адам үшін өте бір қатты өзгермейтін нәрсе ма, әлде кішкене болсын бір гибкий нәрсе ма, оны да білу керекпіз да. Қазақстандықтардың ортақ құндылықтарын мысалы зерттеу керек деген кейде естимін, бірақ ол үлкен тым бір кең тақырып сияқты көрінеді да. Мүмкін бөліп алып, жастардың арасындағы құндылық қандай, не болмаса бір региондағы, қалада тұратын, ауылда тұратын бір этникалық, діни жағынан әртүрлі топтардың құндылықтары қандай деген мүмкін зерттеулерді жасауға болатын шығар. Жалпы енді бізде жаңа зерттеу тақырыбын келетін болсақ, ол көбіне жалпылама, сипаттамалық бағытта секілді. Өйткені сіз айтқандай бір белгілі бір категорияны, жаңа бір этносты немесе бір жастарды, өңірді зерттеу дейтін өте аз, және терең зерттеулер өкінішке орай көп жоқ сияқты. Яғни салалық зерттеулер. Жаңағы ұлттық бірегейлікке де байланысты. Енді мен қазір біздегі зерттеулер осындай деп айтайын десем, шын керек, соңғы зерттеулермен мен әлі таныс емеспін да. Бірақ өзімнің алдыңғы қараған кезбен салыстырған кезде, онда да методологиясы, зерттеудің методологиясына қараған кезде көбіне мен жаңа бір кеңестік сарынды көресіз. бір сол кездегі академиялық дәстүрді көрдім да. Және ол енді кезеңде болды, бірақ қазір мүмкін біз кішкене басқа да әдістерді қолданып зерттеулерді жүргізіп көру керек деп ойлаймын. Енді кеңес үкіметіндегі заман басқа, ол кездегі Қазақстанның контексті басқа, ал қазірде енді біздер көбіне бір батыс демек, әлемдегі көп мемлекеттер секілді жаңағыдай көп этносты, көп конфессиялы және азаматтық негізде қалыптасып өмір сүріп жатқан мемлекетпіз ғой. Сондықтан бізге де сол кеңестік кезеңдегі кейбір түсініктерден арылып, мысалы ол жақта этнос пен ұлтты біріктіріп қойды ғой. Екеуі бір деп, енді олардың ара жігін ашып, бөліп, яғни көбірек инклюзив, жаңағыдай азаматтық негізге, заңға негізделген мемлекетке айналу керек сияқты, және зерттеулерде сол бағытта болу керек сияқты. Сосын мен тарихшылардың зерттеулерін көргім келеді. Мысалы кеңес үкіметіне дейінгі бірегейлік қандай болды? Этник бірегейлік, жаңа этник идентификация қалай болды? Себебі көп ғалымдар, өте көп еңбектер бар, кеңес үкіметі Орталық Азиядағы этник идентификацияға қатты әсер етті дейді. Себебі жаңа кеңес үкіметі осындай ұлттық этнотерриториалдық мемлекеттерді құру үшін халықты жаңа санақ жүргізіп этник категорияларға бөлу керек болды. Оны сосын құжаттау керек болды. Құжаттады, санақты да жүргізді. Бірақ та оған дейін Орталық Азияның халқы бір өзінің сондағы тұрғындарды қалай жаңағы атады. Мынандай не бар да, мысалы қазақпен сөйлесіп отырса, ол өзінің этник ерекшеліктеріне мән бермеуі мүмкін, бірақ ол басқа бір региондық немесе бұрында рулық неге мән берген болуы мүмкін. Кімдікке. Бірақ жаңағы Орталық Азияның әртүрлі бір этник мәдениеттің өкілі кездескен кезінде олар бір-бірін кім деп атады. Мен сол этнографияларды кейде оқимын да, жаңа іздеймін кеңес үкіметіне дейінгі. Сол кезінде жаңағы жазған адамдардың еңбектеріне қарасам, жергілікті халық деген кезінде
оларды өздерінің терминдерін қолданады. Киргизы и там сарты дегенді де көп естисің этнографияларда. Бірақ ол жергілікті халық өздерін қалай атады, олар өздерін киргизы деп айтпады ғой енді қазақтар мысалы. Немесе сарт деген ол қаншалықты өзін өзі айту термині болды. Әлде ол жаңағы келген этнографтың олар туралы ойы болуы мүмкін. Сырттан айтқан. Иә, сырттан айтқан. Мынандай еңбек бар осы Петер Фенке деген антрополог менің өзімнің ғылыми жетекшім болған. Ол айтады, негізгі бөлініс, жаңа негізгі идентификациялық категориялар жергілікті және көшпенді халық деген болған дейді. Қазақстан емес, орталық Азияда. Иә, орталық Азияда. Иә, орталық Азияда адамдар негізінен бір-бірін көшпенділер мен жергілікті тұрғындар деген бөлген. Одан кейін енді осы кеңес үкіметінің этник инжиниринг процесі деп айтады. Осы процесс кезінде тағы да неше түрлі категориялар пайда болып, бұл категориялар жоқ деген сөз емес, ол категориялар болды, бірақ бір оның ішкі сипаты, мазмұны басқаша болып өзгеруі мүмкін да. Мысалы үшін мен өте көп айтатын мысалым, Франсиен Хирш деген тарихшы осы санақ процесі туралы жазған Өзбекстандағы. Сол жерінде санақ жүргізушілер жаңағы Бухара ма, Самарқанд, Бухара деген жерге келіп сұрайды халықтан, кто вы по национальности, ұлтыңыз кім? Орысшалап енді айтады. Сосын ол ана кісі білмеймін дейді ғой, ол национальность деген сөздің өзін енді қолданбаған ғой ол жылдары. Сосын ол мен білмеймін дейді. Ол кезде жаңа екінші сұрақ, сіз қай тілде сөйлейсіз болады. Жаңағы кісі билингв, көбіне Бухараның, мысалы Самарқандта тұратын адамдар билингв болған, олар тәжік, өзбек тілдерін қатар сөйлеп жүрген. Сосын ол айтады, мен өзбек тілінде де, тәжік тілінде де сөйлеймін. Одан кейін енді жаңа санақ жүргізушіге жаңа этностық топтар тіркеп кету керек қой. Одан кейін ол не деп сұрайды жаңағы, әкеңіздің тілі қайсы деп, және анаңыз қай тілде сөйлейді деген. Бірақ олардың әкесі де анасы да билингв болады, бірақ сол кезінде жаңағы санақ жүргізуші енді бір сәтте әйтеуір өзі бір этник нені лейбл деп айтады, этник нені атауды тіркеу керек болады енді өзінің жаңа. Бұл жерде өте көп ситуацияға байланысты тіркеулер болған да. Сондықтан да қазір біз мынандай адамдарды көп кездестіреміз, әсіресе Өзбекстанда көбірек кездесетін. Негізі біз жаңағы ата-бабаларымыз өзбек болған, бірақ бізді тәжік деп жазып кетті, немесе керісінше біз тәжік болғанбыз, бірақ өзбек деп тіркеліп кеткенбіз. Қазақстанда да сондай жағдайлар бар. Бізді өзбек деп тіркеп кетті, себебі тіліміз өзбекше болған, бірақ та біз мына бір рудың өкіліміз деген. Мысалы, үлкен бір не болды, оқиға 10 жылдан асып кетті оңтүстік Қазақстанда. Бір топ адам президентке, ол кезде Назарбаев президент болған, хат жолдайды, ашық хат, бізді қазақ ретінде қайта паспортымызды тіркеуімізді сұраймыз. Себебі біз олар тарихын келтіреді, шежіресін барлығын келтіреді да, бірақ санақ жүргізу кезінде, жаңа кеңес үкіметінің кезінде біз өзбек болып жазылып кеттік, бірақ та негізінен біз қазақпыз деген. Осындай ситуацияларды біз көбірек кездестіреміз да, яғни кеңес үкіметінің бір ұлт жасау, этник классификациялау процесі көп адамдарға бір этникалық топты таңды да, бірақ олар енді ол этник топпен өздерін қазір не істемейді, идентификация жасамайды да. Иә, тарихи еңбектерді көбірек осындай талқылауларды көргім келетін еді, оған дейін қалай болды кеңес үкіметіне дейін, және қаншалықты кеңес үкіметі үлкен ықпал қалдырды. Енді қазақтардың жағдайында мүлдем бөлек болуы мүмкін, бірақ бұл әсіресе осы өзбек тәжік идентификациясына көбірек әсер еткен деген зерттеулер бар. Жақсы, рахмет. Бұл шынымен біздің ұлттық бірегейлік тақырыбындағы зерттеулеріміз әлі де көп болу керек секілді. Ол тарих жағынан болсын, антропология жағынан болсын, ал әлеуметтану жағынан болсын, мәдени тараптарда түрлі зерттеулер жасау керек, және шамалы әдістемесіне де ол жақта көп көңіл бөлу керек. Иә, жаңағы әдістемесіне келген кезінде біз этникалық топтар туралы, бірегейлік туралы жазған кезде бақылап
қазіргі сипатын көбірек жазып қалдыруымыз керек. Мгм. Мен білем, антрополог, этнограф, жоқ, тарихшы Әлия Болатхан мысалы тамақ туралы айтып жүргені бар ғой. Мысалы біз қазақтардың ұлттық тағамы қандай деген кезімізде, көбіне қазақстандықтардың ба ұлттық тағамы қандай деген кезде бұрынғы нелерді айтып кетеміз, негізі ол ет деген сияқты. Бірақ та біз қазір не жеп жүрміз? Қазіргі кездегі ол да біздің ұлттық тағамымыз. Біз қазір күнделікті дастарханымызда не табылып жүр, ол да ұлттық тағамымыз. Сол сияқты қазіргі кездегі жаңағы этностық идентификация, ұлттық идентификация қандай болып жүрген, біз қазіргі заманды да бақылап, құжаттап, жазып көрсетуіміз керек деп ойлаймын да. Өткеннің элементтері де бар шығар, бірақ қазірде қандай элементтерді араластырып, қандай болып жүр халық, қазір қандай практикаларды, қандай дәстүрлерді ұстанады негізінен. Оған жаңа той туралы зерттеулер де кіріп кетеді. Менің әріптесім Динара Абділда қазақтың мысалы тойлары туралы жазды да. Ол да мысалы тойды да қазақтың бір ұлттық ерекшеліктерінің бірі ретінде көрсетеді ғой. Бірақ та ол қазір қалай өтіп жатыр және бұрынғы салттар ол жерде қалай көрініс тауып жатыр. Осындай бір көбірек антропологиялық жаңағы еңбектер көбірек болса деп ойлаймын. Жақсы, рахмет келгеніңізге. Зерттеулеріңіз тағы жүре берсін. Ұлттық бірегейлігімізді антропология жағынан немесе басқа да тараптан зерттеуге үлес қоса беріңіз.